достар, сіздерге менің арнамда әлемге әйгілі болып келе жатқан Ержан Максим ағамды жақынырақ таныстырғым келеді. Ержан, мен сенімен кездескеніме өте қатты қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Мен дайындаған саған сұрақтарым бар еді. Дайынсың ба? Дайынмын. Ержан аға, қарапайым бала болдыңыз, енді биік шыңға жетіп жатырсыз. Араласатын ортаңыз басқа, достарыңыз басқа. Өзгешелік бар ма күнделікті өмірде? Қалай екен мықтылардың мықтысы болу? Әзірше білмеймін, жақсы бәрі. Өз басыңнан өткізіп көрдің бе? Мысалы, біреуге әлімжеттік, или сіз біреуге әлімжеттік жасап көрдіңіз бе? Жоқ, Құдай сақтасын. Біздің 34-ші мектеп гимназиясы өте үлгілі мектеп, өте жақсы мектеп деп айта аламын. Ержан аға, сенің ұстаздарыңның бірі ол Нұргүл Сапарбекқызы. Ол Ақтаудан. Айтып берші, Нұргүл ұстазың туралы ерекшелігі бар ма? Көбінесе апай маған таңертең тұрғанда жаттығулар істетеді. Күнде 3-4 сағат жаттығулар істейміз, распевкалар жасаймыз. Солай даусымыз шыңдап келіп жатыр. Басқа ұстаздардың айырмашылығы білмеймін. Білмеймін енді. Өзімнің бір апайым бар, екі апайым бар. Біреу Дария апай, біреу Нұргүл апай. Соның екеуіне де барам. Ержан, мен білемін, сен домбыраға әуестігің бар, және домбырада ойнап үйренген кейін. Осы айдың 7-ші жұлдызында Ақтау қаласында домбыра пати өтеді. Сол қатысушыларға сәлем жолдайсың ба? Домбыра патиінің қатысушыларына жалын сәлем. Барлықтарыңызға сәттілік, Алла жар болсын. Рахмет. Қалай ойлайсың, Димаш пен Ержан ағаларымның ізбасарлары бола ма екен? Болатын шығар деп ойлаймын. Ресейден Қазақстан таланттарының қандай айырмашылығы бар? Біздің осы Қазақстанда да көп жақсы айтатындар, жақсы танылып келе жатырған балдар да бар. Ресейде де бар көп балдар, жақсы айтатындар. Енді біздің Қазақстанның балдарының ата-бабалары жақсы деп ойлаймын. Ержан аға, саған сұхбатыңа көп рахмет. Енді өз замандас аға, апа, іні қарындастарыңа қандай тілегің бар? Тілегім әрқашан аман болыңыздар, әрқашан аспандарыңыз ашық болсын, отбасыларыңыз аман болсын, жұртымыз аман, еліміз тыныш болсын деймін келеді. Достар, осы Жансұлу қарындасымның Facebook, Instagram және де YouTube каналында бәріне жазылыңыздар. Қазақ контентін қолдайық. Сау болыңыздар.